Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен пайдалы кәмпит жасаймыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: құрма, сұлы жармасы және екі түрлі дән. Бір түрлі де бола береді. Менде жержаңғақ және арахис. Достар, ең бірінші біз жаңғақтар мен сұлы жармасын блендерден езіп аламыз. Енді сұлы жармасын блендерден еземіз. Мінекей достар, біз дәндерімізді естіп езіп алдық. Енді біз құрманы да осылай езіп аламыз. Мен алдын ала оның сүйегінен тазартып, жылы суға салып алдым. Енді осыны да блендермен еземіз. Мінекей достар, біз құрмамызды езіп алдық. Енді біз оны дәндерімізге саламыз. Біздің құрмамыз осындай пюре секілді болды. Енді жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, біз жақсылап тұрып араластырып алдық. Енді біз олардан шариктер жасаймыз. Мінекей осындай шарик жасап алдық. Енді біз оларды отқа немесе кокосовый стружкаға батырып аламыз. Енді екіншісін кокосовый стружкаға батырамыз. Мінекей достар, біздің кәмпиттеріміз дайын. Көп емес, осындай 14 штук шықты. Енді біз оны қатқанша холодильникке қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің кәмпиттеріміз дайын. Мен оған ешқандай бояу, қант немесе зиянды заттар қосқан жоқпын. Егер де сіздерге менің кәмпитім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Арнама тіркелгеннен кейін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің әр видеоларымды үзбей көретін боласыздар. Жай ғана лайк басып қоймай, бұл видеоны бөлісіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын.